Қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді, ауызда еритін пирог дайындаймыз. Алдымен секеріміздің үстіне жұмыртқамызды салып, жұмыртқамыз 2 есе үлкейіп ағарғанша миксерлейміз. Үстіне сұйық майымызды, електен өткізілген ұн, разрыхлителімізді салып, барлығын жақсылап, лопатканың көмегімен араластырамыз. Соңында майдаланған грех жаңғағын және де теркадан өткізілген сәбізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді салмасын дайындаймыз. Бөлме температурасындағы творожный сырдың үстіне секер, жұмыртқа, кукурузный крахмал және қаймағымызды салып, біркелкі массы болғанша миксерлейміз. Формамыздың астына пергамент қағазын төсейміз. Менде форма диаметрі 24. Формамызға алдымен қамырымыздың жарты бөлігін саламыз. Кейін үстіне салмамызды салып, лопатаның көмегімен тегістейміз. Соңында қамырымыздың екінші бөлігін салып, пешімізді 170 градусқа қыздырып, пирогымызды шамамен 40-50 минут аралығында пісіреміз. Формадан суытып барып шығарамыз, достар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Біздің пирогымыз өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.